сіздерге бір оқиғаны айтып берейін. Сол оқиғаның төңірегінде ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз. Бірде Абу Бакр радиаллаху анху мен Али, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күйеу баласы радиаллаху анху екеуі пайғамбарымыздың үйінің есігінің алдында тұрып қалады. Сонда екеуі де негізі пайғамбарымыздың үйіне пайғамбарымызға келе жатқан еді. Бірақ екеуі де кеп қалады да, енді біреуі бірінші кіру керек қой, дұрыс па? Біреуі бірінші кіру керек үйге, есіктен, пайғамбарымыздың үйіне. Сол кезде тұрады да Абу Бакр радиаллаху анху айтады: "Тақаддам я Али" дейді. "Ей Али, кәні кір" дейді. Бірінші өт дейді да. Сол кезде Али радиаллаху анху былай деп жауап береді: "Кайфа атақаддаму алейка я Аба Бакр, ва қад қала фика Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам." "Ей Абу Бакр, қалайша мен сенен алдың өтіп кетемін? Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам сен жайлы былай деп айтпады ма" дейді. "Ма талаати шамсу ва ла ғарабат аля раджулин баъда набийина афдала мин Аби Бакр." Пайғамбарлардан кейін Абу Бакр радиаллаху анхудан артық адамға мына күн шықпады да және батқан жоқ дейді. Яғни Абу Бакр пайғамбарлардан кейінгі ең абзал адам Алланың құзырында. Ең дәрежесі жоғары адамдардың бірі. Ол Абу Бакр радиаллаху анху. Оны кім айтып жатыр? Али радиаллаху анху осылай айтып жатыр. Абу Бакр, қалай мен сенің алдынан өтіп кетемін дейді. Сол кезде тұрады да Али айтады: "Тақаддам я Абу Бакр" дейді. "Ей Абу Бакр, кәні сен өт бірінші" дейді. Сол кезде Абу Бакр радиаллаху анху айтады: "Кайфа атақаддаму алейка я Али, ва қад қала фика Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам." "Ей Али, қалайша мен сенен алдың өтіп кетемін? Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам сен жайлы былай айтпады ма" дейді. "Зауачту хайран нисаи ли хайри риджал" дейді. Әйелдердің ішіндегі ең абзал әйелді еркектердің ішіндегі ең хайырлы еркекке тұрмысқа бердім деп айтпады ма дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Фатима анамызды кімге тұрмысқа берді? Али радиаллаху анхуға берді. Және не деп сипаттап жатыр Алиді? Хайру риджал, еркектердің ең хайырлысы деп жатыр. Осындай адамның алдынан мен қалай өтіп кетемін дейді алдыға. Деп не дейді? Абу Бакр радиаллаху анху Алиге айтады. Сөйтеді да: "Тақаддам я Али" дейді. "Ей Али, сен өт" дейді. Сол кезде Али радиаллаху анху айтады: "Кайфа аттақаддаму алейка я Аба Бакр, ва қад қала фика Хабибуллах саллаллаху алейхи уассалам." "Ей Абу Бакр, қалайша мен сенің алдынан өтіп кетемін? Расында Алланың сүйіктісі болған саллаллаху алейхи уассалам сен жайлы былай айтпады ма" дейді. Сол кезде Али радиаллаху анху айтады: "Лау вудиа иману уммати фи каффа ва вудиа иману Аби Бакрин фи каффа ла раджахат иману Аби Бакрин" дейді. Егер де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, егер де мына үмметтің иманы таразының бір шетіне қойылса, және де Абу Бакрдың иманы таразының екі жағына қойылса, Абу Бакрдың иманы басым болады дейді. Міне осындай адамның алдынан мен қалай өтіп кетемін дейді. Сол кезде Али радиаллаху анху айтады: "Тақаддам я Аба Бакр" дейді. "Ей Абу Бакр, сен өт" дейді. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху қайтадан айтады: "Кайфа тақаддаму алейка я Али, ва қад қала фика Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам." "Ей Али, қалайша мен сенің алдына өтемін? Расында Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам сіз жайлы былай деп айтпады ма" дейді. Ақыретте, қиямет қайымда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Алла тағала маған былай деп айтады" дейді. "Жаалту лака Ибрахима хайра валидин, ва жаалту Алия хайра ахин ва сиддиқ" дейді. "Сенің атан ең хайырлы аталардың бірі ол Ибрахимді қылдым" дейді. Ибрахим пайғамбар сенің атан дейді. Жаңа кімді айтып жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағала солай айтады екен қияметте. Және де Алиді саған ең хайырлы бауыр, ең хайырлы дос қылдым деп айтады екен Алла тағала. Кімге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға осылай айтады. "Тақаддам я Али" дейді. "Ей Али, сен өт" дейді Алла.
сен осын лайықсың дейді бірінші көруге. Соны сол кезде Али радиаллаху анху тағы да айтады. Кайфа тақаддаму алейка я Аба Бакр. Ва қад қала фика Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам. Ей Абу Бакр, қалайша мен сенің алдына өтемін? Расында Алланың елшісі сіз жайлы былай айтпады ма дейді. Лау иттахазу минан наси халила латтахазту Аба Бакрин халила. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер де мен адамдардың ішінен өзіме біреуді дос тұтатын болғанымда, міндетті түрде, яғни Алладан өзге, Алладан басқа адамдардың ішінен біреуді мен дос тұтатын болғанымда, міндетті түрде Абу Бакрды дос тұтар едім деп айтады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мені осындай адамның алдына мен қалай шығам дейді. Ей Абу Бакр дейді. Тақаддам я Абу Бакр. Ей Абу Бакр, шық алға, сен өт дейді. Абу Бакр радиаллаху анху айтады, кайфа тақаддаму алейка я Али. Ей Али, қалай мен сенің алдына өтемін? Расында Алланың елшісі сіз жайлы былай деп айтпады ма дейді. Қиямет қайымда, ақырет күнінде Али радиаллаху анху өзінің отбасымен бірге келеді дейді. Сонда адамдар Али радиаллаху анхуды көріп, бұл пайғамбар деп айтады дейді. Бұл пайғамбар деп айтылады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам деп ойлап қалады екен да, Али радиаллаху анху. Сол кезде айтылады дейді, жоқ, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам емес, ол Али ибн Аби Талиб деп айтылады дейді. Қалайша мен осындай адамға, сені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен шатастыратын деңгейге жеткен сендей адамнан алдын қалай мен өтіп кетемін дейді алға. Сен өт дейді. Ей, кім? Али радиаллаху анху, сен өт дейді. Сонда Али радиаллаху анху айтады, кайфа аттақаддаму алейка я Аба Бакр. Ей Абу Бакр, қалайша мен сенің алдына өтемін? Ва қад қала фика Аллаху субханаху ва та'аля дейді. Ей Абу Бакр, қалай мен сенің алдына өтем? Алла тағала сіз жайлы былай деп аятты айтпады ма дейді. Валлази жаа бис-сидқи ва саддақа бихи улаика хумул муттақун. Сондай ақиқатпенен келген және де сол ақиқатты шындыққа растап шығарған осылар мені нағыз Алладан қорқатындар деп Алла тағала айтады. Валлази жаа бис-сидқ, ақиқатпен келген ол Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам. Ал сол ақиқатты растап шындыққа шығарған сыдық болған сенсің, ей Абу Бакр дейді. Қалайша сендей адамға мен алдына не істеймін дейді, шығамын дейді. Сонда Абу Бакр сен өт дейді да Али радиаллаху анху. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху айтады, ей Али, дәл жаңағындай қалайша мен сенің алдына өтемін? Расында Алла тағала сен жайлы былай деп айтпады ма дейді. Сол кезде وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Алла тағала былай айтқан екен. Адамдардың ішінде сондай адамдар бар, өзінің нәпсісін Алланың разылығының жолында сатып жіберген дейді, өзінің нәпсісін. Нәпсісінде, яғни бүткіл өмірін тек қана Алланың разылығында жұмсағандар. Міне Алла тағала сен жайлы айтып тұр дейді бұл жерде. Ей Али дейді. Осы кезде олар Абу Бакр мен Али осылай бір-біріменен былайша қазақша айлап айтқанда айтысып тұрған кезде Жабрил алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бөлмесіне түседі. Түседі де айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға, ей Мұхаммед, Алланы Раббыңның саған сәлемін мен жеткізіп отырмын дейді. Шық дейді. Үйден, бөлмеден шық дейді. Расында сенің бөлменің алдында Абу Бакр мен Али не істеп отыр, айтысып отыр дейді. Шық кәні дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шығады. Шығады да Али мен Абу Бакр радиаллаху анхуға былай деп айтады. Егер де дейді, мына дүние жүзіндегі бүткіл сулар, мұхиттар, теңіздер, барша сулар сия болса дейді, сияға айналса дейді. Және әлемде мына жер бетінде бар болған ағаштар, талдар қалам болып айналса дейді. Ал мына біздің тұрып атқан жеріміз сол қаламның жазуына арналған парақ болатын болса дейді, сол қалам сендерге жазылған сауапты жазуға шамасы жетпес еді дейді. Қараңыздар. Осындай сөздер. Сонда үшеуі бірге пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан кейін
бірге не істейді? Бөлмеге үшеуі бірге кіреді. Бөлмеге үшеуі бірге кіреді да, үшеуі бірге кірген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады екен: міне, мына бөлмеге біз қалай кірген болсақ, үшеуміз бірге, дәл солай осылай үшеуміз бірге ақыретте тірілеміз, және де иншаалла дәл осылай үшеуміз бірге жәннатқа кіреміз деп айтқан. Міне, құрметті ағайын, болар елдің балдары бір-бірін батыр дейді. Көрдіңіздер ма? Сахабалардың тәрбиесі қандай болған? Әрқайсысы бір-бірінің жақсылығын асырып, жамандығын жасырып жүретін болған, көтеретін болған бір-бірін. Біз егер де осындай дәрежеде болатын болсақ, бір-біріміздің осылай дәрежемізді көтеріп жүретін болсақ, кемшілігіне көз жұмып, жақсылығын керісінше асырып, онда біздің ел, біздің жеріміз не істейді? Көркейеді, дамиды, тез өсеміз біз. Және ол нәрсе адамға бір сенімділік береді, қуат береді. Сізге адамдар сенім артып жатқан кезде, сенім артып жатқан кезде сізге не істейді? Сіздің өзіңізде бір сенім пайда болады, сіз алдыға оңай жылжисыз, ұмталасыз. Сіз керісінше сіз анау сен пәленшесің деп айта берсе, артқа тарта берсе, не? Жүрмейді еш нәрсе. А бұл тәрбиені сахабалар кімнен алды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала. Айша анамыздан сұралады ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мінезі қандай деген кезде. Айша анамыз не дейді? Сендер не Құран оқымайсыңдар ма? Алла елшісінің мінезі Құран ғой дейді. Міне, Алла елшісінің мінезі сондай Құран болған. Құранда не айтылса, соның барлығы біздің сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бойынан табылады. А сол, міне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, міне, не болса, бір үлкен бір жемісті бір ағаш болса, сол жемістен әр сахаба не істеген? Керегін алып дамытып отыр.